Армысыздар, құрметті әріптестер. Ұстаздардың авторлық бағдарламасы туралы айтсам, авторлық бағдарламаға екі түрлі анықтама беруге болады. Бірінші, бұл педагогтың ұзақ мерзімді интеллектуалдық қызметінің нәтижесі. Екінші, бұл белгілі бір педагогикалық проблеманы шешуге бағытталған жаңа әдістеме. Авторлық бағдарлама әзірлеу әдісі бойынша үшке бөлуге болады. Бірінші, бейімделген, екінші, комбинаторлық, үшінші, радикалды. Бейімделген бұл бұрыннан бар әзірлемені бейімдеуге байланысты. Ал комбинаторлық танымал әдістер мен бағдарламалардың жаңа комбинациясының арқасында құрылатын жаңа технология. Радикалды пән мазмұнын түбегейлі жаңартуды көздейді. Жаңашылдық деңгейі бойынша үшке бөлінеді. Педагогикалық инновация, педагогикалық өнертабыс, педагогикалық жаңалық. Педагогикалық инновацияда педагог бұрыннан бар әдістеме мен технологияны өзінің сынымен мектебіне бейімдейді. Педагогикалық өнертабыс деңгейінде педагог бұрынғы бірнеше бағдарламаны жинақтап, қайта құрастырып, жаңа бағдарлама жасап шығарады. Үшінші деңгей педагогикалық жаңалықта мұғалім мүлдем жаңа бағдарламаны ұсынады. Енді бағдарламаны жасар алдында әр мұғалім өзіне мынадай сұрақтарды қоюы, зерттеуі тиіс. Бірінші, бағдарламаның мәні неде? Екінші, оны жүзеге асыру нәтижесі қандай болады? Үшінші, бағдарламаның жаңашылдығы неде? Төртінші, авторлық идея балалардың шынайы қажеттіліктеріне сәйкес пе? Бесінші, сіздің аймақта бұл бағдарламаға сұраныс бар ма? Алтыншы, бағдарламаны жүзеге асыруда тиісті жағдай жасалынған ба? Міне, осы сұрақтарды әбден зерттеп болғаннан кейін авторлық бағдарламаны жазуға кірісуге болады.